Tanışып qo'yingizlar, бұл Bob. Және ол бүгін эксперименттерден жақсы жерде демалатын болды. Мұхиттың ортасындағы ешкім өмір сүрмейтін аралда. Тыныштал Bob, эмоцияға берілудің қажеті жоқ. Қашан ашық пен шөлдеуден өлесің, сол кезде болады. Осындай сәтте қалмас үшін қимылдау керек. Бәрінен бұрын Бобқа су қажет. Олсыз 5 күннен артық өмір сүре алмайды. Өкінішке орай теңіздің суын ішуге болмайды. Өйткені 1 литр суда 35 грамм тұз болады. Ол адамға 1 күндік доза. Мұндай тұзбен бүйрек 7 күннен астам уақыт өмір сүре алмайды. Соңынан безгекке әкеледі немесе өлімге. Және де тамақ туралы ұмытуға болмайды. Ешқандай тамақтанусыз Боб шамамен 4 аптадай өмір сүре алады. Бірақ тамақты қазірден бастап іздеу қажет. Аралда жеміс-жидек деген жетеді. Абайла Боб, ол улы болуы мүмкін. Дұрысы, құстар мен аңдардың немен тамақтанатынын қарау. Осыдан кейін тамаққа келуге болады. Сосын жәндікпен тамақтануға болады. Олар ақуызға бай. Бірақ та жәндіктер улы болып шығуы мүмкін. Қара, көкжиекте кеме келіп тұр. Өкінішке орай оған дейін айқайлау мүмкін емес. Дыбыстық толқын 2 километрден кейін өшіп қалады. Одан байқамдырақ болып табылатын жағадағы сигналдық жалын. Одан да тезірек саған аңдардың назарын аударады. Жарайды Боб, келесіде киноға барамыз. Келістік пе? Осы видеоны жазғы демалысты жақсы көретін достарыңа көрсет және каналға тіркел. Бобқа жаңа эксперименттерді өткізбеу үшін.